Иә достар, мен оралдым. Ұзаққа жоғалып кеткенім рас, бірақ бастысы оралдым. Жоғалып кету себебім өте көп. Тізбек деп айтып бере алмаймын. Бүгін біз Collecrain Kenин жүйесін айтатын боламыз. Немесе Kenин Collecrain. Бірден айтып қояйын, мыжып отпаймын. Түсінбеген нәрселерімді Google'дан қарап алыңдар. Бұл бізде базалық білімді түсіндіретін жер емес. Олай болса кетті. Collecrain Kenин жүйесі наху керек, неге осындай тақырыптарды университетте талқыламаймыз? Бұл нәрсені бізге ешкім айтпаса, біз ештеңені білмей барсақ, ертең қандай дәрігер болып шығамыз? Сол үшін бүгінгі тақырып талқылауда осы жердеміз. Kenин қан тамырын кеңейтетін белок, Collecrain кенинді пассивті фазадан активті фазаға ауыстыратын фермент. Ағзада химиялық реакциялар көп жүреді, әсіресе органикалық заттар. Мысалы май, нәруыз, көмірсу. Осының ішінен нәруыз басты рөлді атқарады. Мысалы кез келген ферменттің құрылымы нәруызден тұрады. Кез келген коферменттің құрылымы нәруызден тұрады. Кез келген гормонның құрылымы нәруызден тұрады. Осының ішінен фермент алсақ, фермент, профермент және фермент деп екіге бөліп алады. Профермент дегенің ферменттің пассивті фазасы. Кейін тіпті ферменттің пассивті фазасы бар. Бұл фазаның керектігі ағза алдын ала ферменттерді жинап, пассивті, яғни жұмыс істемейтін халде жинайды. Кейін керек кезде пассивті фазадан активті фазаға ауыстыра салады. Активті фазасын біз жай ғана фермент деп атаймыз. Мысалы трипсиноген профермент, ал трипсин кәдімгі фермент, яғни ас қорытуға қатысады. Егер ұйқы безі трипсиноген қылып сақтамаса, трипсинді жинай берсе, онда трипсин ұйқы безінің өзін қорытып жіберетін еді. Тура осы секілді Collecrain профермент фазасына, фермент фазасына ауысып, кениногенді кенинге айналдырады. Кениннің екі түрі бар: брадикинин, коллидин. Брадикинин жоғары молекулалық кенин болғаннан кейін бауырда түзіледі, ал коллидин төмен молекулалық кенин болғаннан кейін тіндерде түзіледі. Екеуі де вазодилатор. Бірақ түзілу процесі әртүрлі. Брадикинин түзілу үшін Хагеман факторы қажет. Хагеман факторы Collecrainді, яғни профермент фазасынан фермент фазасына Collecrainге ауыстырады. Collecrain артынша кениногенді кенинге айналдырады. Осы бүкіл механизм бауырда жүреді. Және түзілген брадикинин қан плазмасына шығарылады. Ал тіндерде Хагеман факторы әсер етпейді. Жергілікті тінде Collecrain проферменті жоқ. Сол үшін жергілікті тіндер Collecrainнің орнына протеолитикалық ферменттерді қолданып, мысалы трипсин, химотрипсин секілді ферменттерді қолданып, кениногеннен коллидин жасап шығарады. Оның вазодилаторлық қасиеті брадикининге қарағанда әлсіз, бірақ ол жергілікті ісінуді шақырады, яғни жергілікті қан тамырын кеңейту арқылы қан тамырының өткізгіштігін арттырып, қанның сұйық бөлігі плазма тінге қарай өтіп, тінге сіңгенсін ісіну пайда болады. Осылай адамның істеді. Енді бізде маңыздысы брадикинин практикада қандай кезде қолданылады. Мінекей, енді бізде есте сақтайтын нәрсе брадикининнің әсер ететін рецепторлар бар. Ол брадикинин 1 және 2. Ендігі соңғы сәт, бұл білімнің бәрін түсіндік, оқыдық. Енді қандай сәтте қолданамыз деген нәрсе. Молекулалық деңгейде білімді қолдану міне Квинке ісінуі немесе ангионевротикалық ісіну. Бұл кезде адамның көзі, аузы, еріндері, көмейі, жұтқыншағы ісініп кетеді дағына, адамда асфиксия пайда болады. Адам ауа жұта алмай, тұншығып, жедел жәрдем 2-5 минуттың арасында келмесе өліп кетуі мүмкін. Қарайтын нәрсе, Квинке ісінуінің себебі гистаминнен болып тұрса, бұл аллергияға деген реакция. Ал егер ол тұқым қуалайтын ауру болып тұратын болса, яғни отбасында бұрында біреу осындай Квинке ісінуімен ауырған болса, онда оның себебіне брадикинин жатады. Себебі осы секілді Collecrain немесе комплемент жүйесін тежейтін S1 деген блокатор болады. Егер сол блокатордың генетикалық жетіспеушілігі болатын болса, Collecrainнің бәрі толықтай бөлініп, ол кениногеннен брадикинин жасай береді. Осыдан тоқтаусыз брадикинин бөліне беруінің кесірінен Квинке исіну пайда болады, яғни ангионевротикалық ісіну. Бұл жерде біз не істейміз? Брадикининнің әсер ететін рецепторы, яғни брадикинин 2 рецепторын тежейміз. Оны тежеу үшін біз икатибант деген блокатор береміз. Ол бізде B2 брадикинин 2 рецепторларына тұрып алып, брадикининнің ол рецепторлармен байланыспауын қамтамасыз етеді. Брадикинин байланысамаса, жай ғана ол распадаться етіп жойылып кетеді. Осылай брадикининнің әсерін тежеп, қан тамырының кеңеюін, яғни вазодилаторлық қасиетін тежей отырып, адамды ісінуден сақтап қалатын боламыз. Осылай біз брадикининнің жалпы Collecrain жүйесінің қалай жұмыс істейтінін және неге пайдасы бар екенін толық түсіндік. Иә, мен кейбір сәттерді елемей кеттім, көп нәрсені айтпай кеттім, бірақ қысқа, нұсқа, четко, понятно түсіндіруге тырыстым. Сол үшін егер қате кеткен жерлерім болса, не айтпай кеткен жерлерім болса, дұрыстайсыңдар деген ойдамын. Олай болса беттерінен сүйдім.